Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін бізде қонақта 11-ші А сынып оқушылары, алтын белгі үміткерлері Камил Равиля мен Жұман Аяулым. Енді біздің алғашқы сұрағымыз, сендер қазір 11-ші сынып түлегі боласыңдар. Осы сыныпқа дейінгі керемет бір естеліктерің туралы айтсаңыздар, Равиля. Осы сыныпқа дейін бізде күшті естеліктер өте көп болды. Бастауышта да, былай да, әсіресе сыныппен іс-шаралар өткізгенде өте қызықты болатын. Жақсы, рахмет. Менде де естеліктер көп. Осы 11 жыл ішінде мұғалімдермен де, өзімнің сыныптастарыммен де естеліктер көп. Әсіресе жаңа жыл немесе Наурыз мейрамында, актовый залда мысалы бір шаралар ұйымдастырғанда барлығы есімде қалады. Сол мектептің жақсы сәттері деп ойлаймын. Жақсы, өте керемет, рахмет. Егер енді мектеп директоры болсаңыз, не өзгертер едіңіз? Менің ойымша, мен өзгертер едім. Мен көбірек іс-шаралар жүргізер едім. Себебі менің ойымша біздің мектепте іс-шаралар жетіспейді деп ойлаймын. Себебі көбісі білімге құштарлықпен іс-шараларды да ұмытамыз деп ойлаймын. Мысалы, 5-ші, 7-ші, 8-ші сынып араларында іс-шаралар көбірек керек деп ойлаймын. Себебі бала кішкентай кезінде оған ашылу керек деп ойлаймын. Ал іс-шаралар балаға ашылуға көмектеседі. Мен ойымша, мен мысалы технологиялық заттарды көбірек енгізетін едім. Әсіресе қазір жаңа заман, жаңа талаптар, бұрынғы тәсілдер уже келмейді. Бізге жаңа технологиялар керек, және жаңа әдістемелер керек деп ойлаймын. Өте керемет, рахмет қыздар. Сендер 9-ші сыныптан 10-ші сыныпқа мүмкін көшкен кездерің болды, иә? Сол кезде сыныптан сыныпқа көшкен сайын оқуға деген көзқарастарың өзгеріп тұрды ма? Қалай ойлайсыңдар? 9-дан 10-ға көшкенде. 9-дан 10-ға дейін емес, мүмкін оған дейін де мектеп ауыстырған шығарсыңдар, сол кезде көзқарастарың өзгеріп тұрған шығар. Сыныптан сыныпқа көшкенде ерекшелік болған жоқ, бірақ мысалы адамдар ауысып тұрған сайын басқа мектептен көшкелгенде ортаң өзгереді. Немесе 9-ші сыныптан 10-ші сыныпқа көшкенде сыныптарды араластырып тастайды бағыт бойынша. Сол кезде жаңа адамдар көресің, жаңа тәжірибе, опыт деген сияқты. Я, мысалы, біз 9-да мен басқа сыныппен оқитын, Рамиля да басқа сыныппен оқыған. Біз 9-ші сыныптан математикалық сыныпқа көштік. А классына, мен А классы болғанмын. Бұл жерде жаңа адамдармен танысасың, жаңа білім аласың. Әрине білімге дегенде көзқарасым өзгерді. Мысалы, бұрын мен басқа мамандықты таңдаған едім, финансист деген. Бірақ мен түсіндім 10-ші сыныпта маған ол мамандық келмейтін. Мен көзқарасым мүлдем өзгерді. Сол үшін я өзгереді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Енді сендер өздеріне төмен оқып жүрген оқушыларға, немесе басқа оқушыларға, мектеп оқушыларына не тілер едіңдер, қандай тілек айтар едіңдер? Мен тілерім уайымдамасын, барлығы да алда, барлығы өз қолдарында. Ең бастысы ертерек бастап, ұбт-ны мысалы жақсы тапсырғысы келсе, ертерек бастап, дайындалып, еңбектеніп. Ал егер болмай жатса, ол үшін мойымау керек. Өмірде ең бастысы өз орнын тапса болады. Я, мен де Рамилямен толықтай келісемін. Ең бастысы уайымдамау. Және де осы келе жатқан ұбт, кейбіреулер 9-дан кейін кететін шығар. Ең бастысы өз мамандығын дұрыс таңдап, және де уайымдамай, өзіне сену керек деп ойлаймын. Рахмет, өте жақсы. Ал енді мұғалімдер, ұстаздар туралы сұрақ. Сендердің ойынша, мысалы, ұстаздар тек қана өздерінің сабақтарын ғана беріп қана қоймай, мысалы, өмірлер туралы айту керек пе? Практичный болу керек па? Менің ойымша, кейде ең бастысы бала мен мұғалімнің арасындағы қарым-қатынас. Сен мысалы мұғалімді жақсы танып, мұғалім сені жақсы таныса, сен сабақты да дұрыс түсіне аласың. Менің ойымша, кейде ол туралы сөйлесуге де болады деп ойлаймын. Мысалы, сынып сағаты сол үшін де бізге керек. Бізде әр сыныпта сынып сағаты бар. Ол мұғаліммен сен қарым-қатынасыңды түзейсің, сөйлесесің. Мысалы, сенде бір мәселе болса, сен мұғаліммен де сөйлесе аласың деген ойдамын. Мұғалімдер балалардың болашағы үшін өзінің өмірлік тәжірибесімен немесе басқа бір
улуу тұлғалардың өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, кеңес беріп, сондай тұрғыда менің ойымша ол артық етпейді. Жақсы. Сендердің қандай үш армандарың бар? Сендердің үш армандарың бар? Қазіргі кезде мен ең басты арманым деп ойлаймын, ол ата-анамның үмітін ақтап, ұбт-ны жақсы тапсыру және жақсы ортаға түсу. Себебі мен болашақта білікті маман болғым келеді өзімнің саламда. Және де ол менің ең бірінші арманым деп ойлаймын. Қазіргі кезде ұбт-ны жақсы тапсырып, қалаған оқу орныма түсу және де ата-анамның үмітін ақтау. Екінші арманым ол кітап жазу. Өзім кітап оқығанды да жақсы көремін, жазғанды да жақсы көремін. Кішкентай кезімнен бері атаммен бірге кітап жақсы оқитынбыз. Және менің ойымша менің екінші арманым ол кітап жазу. Өзіме қызықты, балаларға қызықты әрі қалай айтсам болады, өзгеше кітап жазғым келер еді. Және де үшінші арманым ол әрине де болашақта қалай айтсам болады, әлемді көріп шығу. Және де мысалы менде бір-екі мемлекеттер бар, мен оларды қатты көргім келеді. Мысалы Норвегия, Испания, Италия, саяхаттау. Сол үшінші арманым деп ойлаймын. Қазіргі уақытта менің де арманым біріншіден ұбт-ны жақсы тапсыру, жоғарғы балдар алып және өзім қалаған оқу орнына түскім келеді, ата-анамның үмітін ақтап. Екіншіден, сенімен келсем, мен де шетел аралап саяхаттағым келеді, әртүрлі мемлекеттерге барып, өздерінің әдет-ғұрпымен танысып, сондай өмір сүргім келеді және қорқыныштарымды жеңіп, мысалы шетелде қыдырғым келеді. Ал үшінші арманым, мен кішкентай кезімнен бері кофейня ашқым келеді өзіме. Сондайға бір құштарлығым бар. Немесе кондитерский, бір торт, сондай пісіретін. Сондай арман. Уютный жер, иә? Иә. Уютный қазақша қалай болады, я не знаю. Дальше, окей. Ал енді сендердің ойынша үлкен өмірге қарағанда мектеп жылы, өздеріне сенімді, ыңғайлы жер деп ойлайсыңдар ма? Иә. Мен бірақ кішкентай кезімде ойлаған, мектепті тезірек бітіріп кетсем екен, жұмыс істесем екен деп. Қазір ойлап қарасам, үлкен өмір ол басқаша, тіпті универде оқыған ол да басқаша. Былай қарап отырсаң, біз мектепте еркелеп отырамыз. Мұғалімдерге еркелейміз, былай бізден қатты ондай сұраныс жоқ, бізге ондай қаталдық жоқ. Бір жағынан 11-ді бітіргім де келмейді. Мектепте оқи бергім келеді. Сонысы жақсы. Және өзің қоршаған ортаңа үйреніп қаласың, достарыңа үйреніп қаласың, мұғалімдерге де. Маған мектеп өзі ұнайды. Иә, мен Рамилямен толықтай келісем. Және ең бастысы ол қорқыныш деп ойлаймын. Әр адамда қорқыныш болады, себебі сен өзің ортана үйреніп кетесің, өзің достарына, мұғалімдеріне. Маған әр мұғалім өзімнің мамам сияқты болып кетеді, анам сияқты болып кетті. Себебі 11 жыл бойы бір адамды көріп, бір адаммен қарым-қатынас жасап, бір ортамен қарым-қатынас жасау, ол сен үйренесің. Және де өзіңді жақсы сезінесің сол адамдармен. Және қорқыныш әрине туындайды деп ойлаймын әрбір 11-ші сынып түлектерде. Себебі сен білмейсің қалай, қандай ортаға түсеріңді, қандай адамдар, ешкімді білмейсің, қорқыныш пайда болады. Және әрине мектепті мен бітіргім де келмейді, себебі қарасам 3-4 қана ай қалды, қиын мектепті жіберу. Яғни мектептен кейін жауапкершілік артады. Әрине. Өміріңе деген басқа. Tell me about your future plans. What would you like to do in the future? In the future, I will travel a lot, of course. I love travel. I want to travel in Norway, on Iceland, Italy, and I want to study in Turkey. It's my, I think, plan. I just plan to study in Turkey because it's my dream. Of course, yeah. And I want to study engineering. Yes. That's cool. Okay, Ramil, what do you think? In the future, I want to open the cafeteria. It's my dream. It will be my cozy place, and it doesn't matter if it's done successful, because I would like it
Just like to open, Just yeah, like to- yeah, okay, to find your own place. Окей. Маған енді сендердің осы киіп отырған мектеп формасына, сендердің көзқарастарың қандай? Мүмкін сендер өзгерткілерің келетін шығар бұл форманы басқаша, мүмкін өзіңе кигілерің келетін шығар. Жоқ, маған мектеп формасы ұнайды. Менің ойымша классика киген маған өте ұнайды, себебі өзімді еркін сезінемін және менің ойымша өзгеріс керек емес деп ойлаймын. Ал менің ойымша, мысалы тек қана үсті ақ және асты қара деп шектеу қоймай, классика деп ойлаймын. Кез келген классика ол классиканың аты классика, ол барлық жерде өзінің орны болады. Менің ойымша тіпті еркінге жіберу емес, дресс-код болады әрбір жерде, әрбір оқу орнында, жұмыс орнында дресс-код болады. Сондықтан да классикада онша қатты шектеу керек емес деп ойлаймын. Яғни сен тағы да не қосар едің ондай болса? Ондай болса, мысалы, Классикалық міндетті киім түрде қара киім емес, Аха. міндетті түрде үсті ақ болу емес, нейтральный классикалық киім. Яғни форма сияқты, иә? Рубашка. Мысалы, сұр юбкада болады деген сияқты. Немесе Иә. бежевый, олар да нейтральный түстер ғой. Иә. Ол ешқандай зиян келтірмейді. Иә. Түрлі түсті емес ең бастысы. Иә. Жақсы. Сұрақ қойған? Не болады? Осымен келгендеріңе үлкен рахмет. Сұрақтарға ашық, өздерінің ойларыңды жеткізіп жауап бергендеріңе рахмет. Енді келе жатқан ұбт-ларыңа сәттілік тілейміз. Ақ жол, өмірлерінде тек қана қуанышты, жақсы шақтарын, жақсы кездерің көп болсын. Рахмет, сізге де рахмет.